Әкенің қадірін көзі тірісінде білмеппін. Әкем марқұм бізді ешкімнен кем болмасын деп тірнектеп жүріп тапқан ақшасына біздің қалағанымызды сатып әперуге тырысатын. Ол кезде ақша бар болғанмен қалаған жақсы дүниеңді табу қиындау еді. Сонда да әке-шешеміз шамасы келгенше біздің керегімізді тауып беретін. Әсіресе әкем. Себебі біз ауыл орталығындағы интернатта жатып оқимыз. Ата-анамыз далада қой бағады. Ал далада жүрген біздің хал жағдайымызды білу үшін көбіне салт атпен шауып әкем келетінде тұратын. Бірде мен әкеме: «Папа, маған ана сәрсен әкенің қызы киіп жүргендей клеткалы белдемше әперіңізші, маған қатты ұнап жүр», дедім. Содан жарайды деп келіскен әкем дүкен жағалап сол белдемшені іздеп кетті. Сөйтсе, ол құрғыр орталықтағы дүкенде де, бөлімшелердегі дүкендерде де таусылып қалыпты. Қатты ұнатып, күндіз көзім сүрінген, түнде түсіме енген затыма қолым жетпей, мен ол бұртиып жылап жүрмін. Әкем болса, сол затыңды қайтсем де тауып берем деп мені жұбатып әлек. Мен де ақмақпын ғой. Әкеме сұраған затымды тауып бермедің деп ренжіп, бетімді сүйдірмей әрең қоштастым. Неткен әумесерлік, қырсықтық десеңші. Содан 1-2 жұма өткеннен соң сол белдемшені ақыры сатып әперді әкем. Менің сондағы қуанышымды көрсеңіздер. Артынан естісем, менің жылағаныма шыдамаған әкем 95 шақырым жердегі бөлімшенің дүкеніне атпен барып, сондағы дүкеншіге 2 есе бағасына келісіп, мен ұнатқан ақ клеткалы көк түсті белдемшені аудан орталығынан заказбен алдыртқан екен. Ол кезде де алып-сатарлық болған ғой сонда. Қазір ойлап отырсам, өгей әкенің тепкісінде жоқшылық пен жетімдік көріп, тақсірет шегіп өскен қайран әкетайым-ай, біздің балаларының қабағын кішкене де болса да мұң шалмағанын қалаған екен. Қазақта қолда барда алтынның қадірі жоқ деген сөз бар. Біз адамдар пенделігімізге бастып, көзінің тірісінде әке мен шешенің қадірін онша білмей жатамыз. Олар жоқ болған кезде ғана өкініштен өксиміз, өртенеміз, өзімізше бірдеңе білгендей боламыз. Бірақ тым кеш қалғанымызды сол кезде ғана ұғып, сол кезде ғана түсінеміз. Сондықтан әке мен ана деген ұлағатқа толы ұлы есімді олардың көзінің тірісінде қадір қасиетіне жетіп бағалай білейікші ағайын.